Петропавлда кәсіпкерлік саласы дамып келеді. Әсіресе бизнес саласындағы қыз-келіншектердің қатары артуда. Әсел Хамитова қаланың қақ ортасында Растишка балалар киімі дүкенін ашты. Кәсіпкер екінші деңгейлі банк арқылы несие алып, өз кәсібін дөңгелетіп отыр. Вы знаете, я сама мама, многодетная мама, и знаю, что такое купить детские вещи, одеть детей, как нынче, сложно. Вот, поэтому магазин низких цен для наших деток и также для будущих мам и кормящих мам. Это такая хорошая идея, которая важна для многих из нас. Қаланың қақ ортасында орналасқан дүкеннің ашылуымен 15 жаңа жұмыс орны пайда болды. Балаларға арналған киім-кешектер мен аяқ киімдер. Болашақ аналар да бұл жерден қажет нәрселерін таба алады. Айта кету керек, кәсіпкерге даму қоры кепілгер болып, дүкеннің ашылуына өз септігін тигізді. В чем оно заключается? Мемлекеттен бөлек қорымыз кез келген бастамаға кепілгер бола алады. Даму оптима бағдарламасы арқылы біз бизнесмендерді қолдаймыз. Қор берген қаражатты несие алушы 2,5% өтей алады. Бағдарлама 70%-ға дейін кепілдік береді. Осымен кәсіпкер шектелмек емес. Әсел Хамитованың жоспарында тігін цехын ашу бар.